Қайырлы күн, біздің YouTube каналымыздың көрермендері. Бүгін біздің жастар қызметкерлері қауымдастығы ұйымдастырып жатқан подкасттың келесі түсірілімі, және біздің бүгінгі қонағымыз психолог маман, Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры, яғни ЮНИСЕФ-тің мастер тренері, мультфильм түсіруші азамат, парсы тілінен аудармашы, және де 100 жаңа есім атты ұлттық жобаның кейіпкерлерінің бірі. Сымбат ханым, қош келдіңіз. Рахмет, үлкен. Бүгін біз Сымбат ханыммен психикалық денсаулық, жалпы жастар ортасындағы трендтер, сол тақырыптар жөнінде сөйлесетін боламыз. Сымбат ханым, ендеше біздің алғашқы сауал. Енді өзіңіз білесіз, жастар әуесқой болып келеді, әртүрлі қызық нәрселерге ынтасы жоғары болып келеді. Осы орайда сіздің ойыңызша қазіргі таңда жастар ортасында қандай трендтер бар? Және ол трендтерге не әсер етеді? Үй ме, яғни отбасы, немесе отбасынан тыс па? Қоршаған орта деп айтамыз. Және қайсысы әсер етсе, немесе бірге әсер ете ме? Қайсысы маңыздырақ жастар үшін, қайсысының өзектілігі жоғарырақ деп ойлайсыз? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы әсер етуге байланысты бұл жерде жас ерекшелігінде айтып кету керек сияқты, себебі әрбір жастың өзінің ерекшелігі болады, өзінің психикасы бөлек болады. Мысалға 11 жасқа дейін, яғни жасөспірімдік шаққа дейін, ол кезеңге дейін жалпы ата-ананың, отбасының рөлі ол маңыздырақ болады бала үшін. Ата-ана бірінші кезекте болады. Ал жасөспірімдік шаққа келе бастаған уақыттан бастап, ата-ананың пікірінен гөрі қоғамның пікірі, өзінің қатарластарының пікірі, сырт ортаның, яғни пікірі маңыздырақ бола бастайды. Яғни осы кезде бала көбінесе өзін көрсеткісі келіп, қатарластардың алдында өзінің бір рөліне, жаңағы қоғамдағы орнын тапқысы келетін кезеңдер басталады. Сондықтан бұл кезеңдерде, яғни сыртқы ортаның әсері көбірек әсер ете бастайды. Енді сол уақыттарда басталатын трендтер, енді қазіргі болып жатқан трендтерді айтсақ, тиктоктағы трендтерді айтуға болады, инстаграмдағы трендтерді айтуға болады. Яғни әлеуметтік желілердегі трендтер жастар үшін белсенді дамып келе жатқан трендтер. Көбінесе осы трендтерден біз көре аламыз. Және егер әсер ету жағдайын қарайтын болсақ, әрине сол жақтағы әлеуметтік желілерді қолдана отырып әсер ету мүмкіндігіне ие бола аламыз. Сонымен, қайсының әсері жоғары? Отбасы ма, немесе қоршаған орта ма? Немесе баланста болу керек пе барлығы? Әрине, белгілі бір уақыт шеңберінде, яғни кішкене бала болатын болса, жасөспірімдік шаққа дейін отбасының рөлі маңыздырақ болады. Жасөспірімдік шақта бұл көбінесе қоғамның рөлі маңыздырақ болады. Рахмет. Енді сонымен қатар, жаңа айтып өткеніміздей, сіз мультфильмдер түсірумен де шұғылданасыз. Енді сөздің шындығы керек, елімізде ана тіліміздегі, қазақ тіліндегі балаларға арналған контент проблемасы орасан зор. Себебі біздің балаларымыз Барбос киндерді көре ме, Маша Медведьті көре ме, тағы басқасын көре ме, көбісі орыс тілінен, көп контент орыс тілінде. Мен білем, қазіргі таңда ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Никелодеон, сояқта шығатын, телеканалдарда шығатын мультфильмдерді қазақ тілінде аударумен айналысып жатыр. Бірақ сонымен қатар еліміздегі осы проблема біздің мамандармен қалай шешіліп жатыр, осыған қалай қарайсыз? Және жалпы осы мультфильмдерді жасаумен шұғылданатын кәсібіңіз туралы айта кетсеңіз. Енді бұл жерде мультфильмді шығаруды бұл кәсіп деп айтқаннан гөрі хобби, қызығушылық деп айтқан дұрыс шығар. Себебі бір ақша табу мақсатында жасалып жатқан дүние емес, көбінесе волонтерлік мақсатта жасалып жатқан дүниелер. Қайдан пайда болды дейтін болса, бұл идея жалпы өзімнің де 3 балам бар. Осы балаларыма мультфильм көрсету барысында туындаған ой болатын, идея болатын. Өзіңіз дұрыс айтасыз, қазіргі таңда контенттер қазақ тілінде өте аз ютубта. Көбінесе балаларымыз орыс тілді контенттерді көреді, және бұл жерде екі мәселені қарастыруға болады. Яғни көп орталарда отбасы қазақ тілінде сөйлегенмен балаларымыздың тілі орыс тілінде шығып жатыр. Неге? Өйткені ютубта барлық мультфильмдерді орыс тілінде қарап,
яғни бізде көбінесе ата аналарымыз жұмыста балалармен тікелей қарым қатынасқа түсе қоймайды. Балалар көбінесе бос уақытын, яғни уақытының барлығын десек те болады, интернет арқылы өткізіп жатқандықтан тілі орысша шығып жатыр. Яғни болашақта бұл біздің тіліміздің жоғалып кетуіне алып келуі мүмкін. Бір қатер, яғни сондай қауіп қатер бар. Екінші қауіп қатер деп айтуға болады, бұл балаларымыздың тілдері кеш шығады. Көбінесе қарайтын болсаңыздар, 5 жасар бала, бірақ тілі жоқ әлі, мысалға дұрыс сөйлей алмайды. Кейбір әріптер, дыбыстарды дұрыс айта алмайды, мысалға р, с деген дыбыстарды айта алмайды. Яғни неге? Бұлды да адамдармен тікелей қарым қатынас, яғни сөйлеспейді балаларымыз. Көбінесе интернетте өзімен өзі отыратын болғандықтан, бұл да балалардың тілінің кеш шығуына әсер етіп жатыр. Сондықтан қазақ тілінде контенттерді көбейту осы мәселелерді шешуге де үлкен септігін тигізетін еді болашақта. Қазіргі таңда қазақ тілінде мультфильмдерді, қазір 20-дан астам мультфильмдерім бар өзімнің. 2014 жылдан бастап айналысам мультфильмдерді шығарумен. Көбінесе менің мультфильмдерім бұл дамытушы мультфильмдер, яғни белгілі бір тапсырмалар орындау арқылы балаларға кейіпкердің тапсырмасын орындау арқылы жүзеге асатын мультфильмдер, және сонымен қатар танымдық мультфильмдер, яғни өрттен қалай қорғануға болады деген сияқты осы бағыттағы мультфильмдер. Және оның ішінде бір мультфильмім осы Балапан телеарнасында көрсетілген болатын. Осы жерден тағы да бір айтып өту керек, мен енді арнайы білімім жоқ, мультипликация саласында болсын, режиссерлік салада болсын, бірақ соған қарамастан осы Балапан арнасында мультфильмнің көрсетілуі, және сонымен қатар жыл сайынғы өтетін фестиваль бар қазақ мультипликаторлардың арасында. Сол фестивальдан да жүлделі орын алуым, бұл да мен үшін үлкен бір жетістік деп айта аламын. Бұның барлығын мен ғаламторда, ютубтан қарап отырып үйренген болатын. Сондықтан кез келген адам егер мультфильм жасағысы келетін болса, қолжетімді арнайы сабақтар бар. Сол сабақтар арқылы өздері жасауларына болады. Жаңа біз басында айта кеттік, сіз ЮНИСЕФ-тің ұлттық тренерсіз. Мен білем, ол психикалық денсаулыққа қатысты үлкен бір ЮНИСЕФ-тің басқа да бірлескен мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен атқарылатын үлкен жобасы екен. Енді осы жоба туралы толығырақ айта кетсеңіз, яғни психикалық денсаулық бағытында сіз қандай іс-әрекеттерді қазіргі таңда атқарып жатырсыз? Бұл Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорына үлкен жобасы болды. 2015 жылы бастап алған болатын. Ол уақытта мен осы Қызылорда облысының білім басқармасында жұмыс жасайтынмын. Сол кезде біздің Қызылордада 300-ден аса мектепте осы жобаны енгізген болатынбыз. Жоба өзі бірнеше компоненттен тұрады. Бұл біріншісі балалар арасында сауалнама жүргізіледі. Яғни қандай да бір психикалық өзгерістер болып жатыр ма, соны анықтау мақсатында. Екіншісі бұл бүкіл мектептің мұғалімдері, бүкіл персоналы, білім беру ұйымдарының және сонымен қатар ата-аналар арнайы оқытудан өткізіледі. Яғни қандай да бір балаларда өзгеріс байқаса, кімге хабарлау керек, қайда хабарлау керек деген сияқты. Және үшіншісі балалардың өздерін оқытады. Яғни балалар өздерінің бойында қандай да бір белгілерді байқаса, немесе достарының арасында қандай да бір белгілер болатын болса, өзгерістердің, онда кімнен көмек ала алады, қалай өздеріне көмектесе алады деген осы бағытта жұмыстар жүргізілді. Ол өзінің жақсы нәтижесін берді. Сол нәтижесін негізінде, яғни тәжірибесінің негізінде біздің Қызылорда облысының тәжірибесі, яғни бүкіл республикаға тарай бастады. Және сонымен қатар 2018 жылы Испания мемлекеті Овьедо қаласында өткен Европалық симпозиумда осы Қазақстандағы кәмелетке толмағандар арасындағы психикалық денсаулықты сақтау Қызылорда облысының тәжірибесі тақырыбында арнайы баяндама жасап келген болатынмын. Бұл да біздің еліміздің жетіп жатқан үлкен бір жетістігі деп айтатын едім. Жалпы соңғы жылдары психологияның өзінің дамып келе жатқанына соңғы 10 жыл деп айтсақ болады. Яғни осы кезде айтып өткім келеді, біздің үкіметте осы балаларымыздың психикалық денсаулығына үлкен мән беріп, осындай жобаларды қазір іске асырып жатыр. Қазіргі таңда да осы Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорымен бірлесіп, басқа бағыттағы, яғни комикстар арқылы балалардың психикасын дамытуда басқа бір жобамызды әзірлеп жатырмыз.
керемет. Енді жалпы осы проблемаға үңілсек шамалы, психикалық денсаулық мәселесіне. Сөздің шындығы керек, енді денсаулық деген кезде бүкіл ең бірінші кезекте физикалық денсаулық келеді ғой. Физикалық, дене бітімі, ішкі құрылысымызға қатысты бір денсаулықтарды еске алып жатамыз. Ал мысалы жаңағы психикалық немесе эмоционалдық денсаулық дейміз бе, оған кейде назар аударылмай қалып жатады. Осы тұрғысында осы проблема, жалпы біздің елімізде осы проблема туралы көп айтады. Жасөспірімдер ортасында, немесе жастар ортасында бұл проблема өзекті деп айтады. Тағы да басқа айтып жатады. Жалпы осы проблемаға шамалы үңілсек, өзектілігіне шамалы тоқталсаңыз. Өте дұрыс айтып жатсыз. Біз көбінесе денсаулық деген кезде физикалық денсаулығымызға аса мән береміз да, менталды, яғни психикалық денсаулығымызға аса мән бере бермейміз. Жалпы физикалық денсаулық деп отырғанымыз бұл 12 мүшеміздің сау болуы ғой. Ал менталды денсаулығымыз, яғни ішкі жан дүниеміз, біздің көңіл күйіміз, кез келген эмоция, күлу, жылау, бұның барлығы яғни менталды денсаулығымыз. Менталды денсаулықты күту керек. Біз күнделікті таңертең тұрып, мысалға тісімізді тазалаймыз, кірлесек жаңағы моншаға барып жуынамыз деген сияқты, сол сияқты біздің ішкі жан дүниеміз де кірлейді, оны да біз тазартып тұруымыз керек, оны дағдыға айналдыруымыз керек тазартып тұруды. Көбінесе бізде енді психологқа бара бермейді ғой, өкінішке орай. Психологқа баратындар бұл психикалық аурумен ауыратындар деп түсінеді, бірақ ғалымдардың зерттеуінше 100% психикалық дені сау адам жоқ әлемде. Барлығы да шекаралас жерде жүр. Қандай да бір ауыр соққы болатын болса, одан ауытқып кетуіміз мүмкін. Сондықтан психолог кез келген адамға қажет. Және қазіргі соңғы уақытта өзімнің байқап жатқаным, психологқа келушілердің саны артуда, бұрынғыдай емес. Бұлда да осы саладағы ақпараттық жұмыстардың, түсіндірме жұмыстарының жақсы жүріп жатқандығын айтуымызға болады. Жалпы енді психикалық денсаулыққа тоқталатын болсақ, оған әсер ететін факторлар өте көп. Бұл отбасы, отбасындағы кез келген жағдай, ұрыс-керіс, келеңсіз жағдайлардың барлығы бұл адамның, баланың әсіресе психикалық денсаулығына әсер етеді. Генетиканың өзі психикалық денсаулыққа әсер етеді. Яғни арғы аталарымыз, арғы әжемізде психикалық аурумен ауырғандар болатын болса, бұл тұқым қуалауы мүмкін. Одан басқа жаңағы соматикалық ауру дейміз, мысалға зобпен ауыратындарымыз бар. Зобпен ауыратын адамды қарасаңыз, көңіл күйі тұрақсыз келеді. Қазір күліп отырса, сәлден кейін ашулануы мүмкін деген сияқты. Егер оның зоб ауруын емдейтін болса, ол яғни көңіл күйі де тұрақтанады. Яғни екеуі бір-бірімен байланысты деген сияқты. Яғни бірнеше факторлар бар әсер етеді. Окей, рахмет. Осы орайда қай жас аралығында енді психикалық денсаулықтың тұрақтылығын жоқтығынан деп айтамыз ба, немесе адамдар өзінің психикалық денсаулығына қатты назар аудармағандықтан ба, немесе депрессиядан ба, енді соның бүкілі бір-біріне сай ғой, түбінде суицидке алып келіп жатады кейде. Мен атап өттім, біздің елімізде сол проблема өте ушығып тұр деп көп мамандар айтады. Сол қаншалықты рас, ол бірінші. Екінші, қай жас аралығында әсіресе көп, және енді өңірлер деп айтпай-ақ қояйық, енді еліміз шетсіз көсілген ғой, бір өңір бір-біріне қатты ұқсап жата бермейді, бірақ соған қарамастан да ауыл жерде ма, қалалық жерде ма, сол мәселеге де бір тоқталсаңыз. Дұрыс айтып жатсыз. Көбінесе суицид мәселесі үлкен мәселе. Еліміз өкінішке орай әлем бойынша алғашқы елдердің қатарында, көрсеткіш бойынша. Жалпы енді қай жас аралығы дейтін болсаңыз, көбінесе осы жасөспірімдік шақта көп жиі кездеседі, және көбінесе қалалық жерде емес, аудандық жерде емес, ауылдық жерлерде көп кездеседі. Яғни бұл да бірнеше себеп болуы мүмкін. Мүмкін психикалық сауатымыздың аздығынан, мүмкін балаларымыздың бос уақытын тиімді пайдаланатын, яғни бос уақытын жұмсайтын жерлердің аздығынан болуы мүмкін, инфраструктуралардың аздығынан болуы мүмкін, тағы басқа себептер болуы мүмкін. Жалпы қазіргі жағдайда, енді дәл қазіргі кезеңде алатын болсақ, карантин уақытынан кейін психикалық бұзылыстардың да және суицидтердің де саны артып отыр. Себебі бір жылдай уақыт балаларымыз үй жағдайында үйде болды, адамдардың көбісі үйде болды. Яғни бұл да көбінесе оқшауланып қалды, адамдармен қарым-қатынас орнаған жоқ. Депрессия, яғни суицидалды ойлар, стресстің көп күшеюіне алып келіп соқтырды, және соның нәтижесін қазір біз көріп жатырмыз, өкінішке орай.
Сондықтан ғалымдар да бұл зерттеуді бізге ертерек берген болатын, яғни осындай болжам берді, олар көбейеді, оған дайын болыңыздар деген болжам берген болатын. Енді бұл жерде тағы да жаңағы айтып өткен болатынмын, бірнеше себептер әсер етеді деп, сол себептерге жеке тоқталып өтсем деймін. Суицидтің пайда болу себептеріне тоқталып өтейін. Бағана да айтып өткен болатынмын, енді толығырақ айтып өтетін болсам, біріншісі отбасы жағдайы. Енді кез келген бала дүниеге келген кезде бұл аппақ парақ сияқты дүниеге келеді ғой. Ол білмейді, оның аты кім, руы қандай, ұлты қандай деген сияқты, діні қандай. Осындай қарапайым түсініктен бастап үлкен мәселелерді шешуге дейін көмектесетін бұл әрине оның отбасы. Отбасындағы кез келген дүние баланың психикасына тікелей әсер етеді. Папасы мен мамасының ұрсып жатуы, балаға ешкім ұрыспай ақ қойсын, бірақ олардың өзара ұрсуы баланың психикасына тікелей әсер етеді. Немесе айталық дастарханның басында көбінесе бізде ата-аналар ұмытып кетеді біздің балаларымыздың отырғандығын. Мәселелерді талқылай береді, проблемаларды, мысалы ақшаның жетіспеушілігін, өз арасында қарым-қатынастың дұрыс еместігін деген сияқты. Бірақ бала ол мәселелердің бәрін өзіне қабылдауы мүмкін. Жай ғана мысал айтып өткім келеді. Менде өзімде клиент болған болатын, жасөспірім қыз. Оның папа-мамасы басқа қалада болды, өзі басқа қалада оқитын. Сонда келіп айтады, апа, жаңағы Сымбат ханым, мен өз-өзіме қол салғым келеді деп. Неге десек, анасы үнемі звондаған сайын айтады екен, бүкіл ақшаны саған салып жатырмыз, мына жақта бізде күн суық, аяғыма етік алайын десем, етігім жоқ деп. Енді бұл жерде анасы бір мотивация берейін, сен сабақты жақсы оқы деп айтып жатқан шығар, бірақ бала өзіне қабылдап жатыр, бір жүк ретінде, ауырлық ретінде сезініп жатыр. Сөзді де таңдап сөйлеу керекпіз. Яғни әрбір сөзді де біз таңдап сөйлеу керекпіз. Баланың психикасына қалай әсер етеді деген мәселені біз ойлану керекпіз. Соны айтып өткім келеді. Келесі, бұл жаңа айтып өттім, тұқым қуалаушылық деп, және сонымен қатар бұрын соңды жасалған суицидалды әрекет деп жатамыз. Яғни бұрын соңды адам дәрі ішіп көрген болса, қолын кесіп көрген болса, тағы басқа болса, бұл қайталануы мүмкін. Барлығымыз білеміз, кез келген дүниені алғашқы рет бірінші жасау қиын. Мысалға, тренер болсақ, сабақ беретін, алғашқы рет аудиторияға шығып сабақ беру бізге қиын болады. Яғни уайымдаймыз, қалай болады, не болады деген сияқты. Бір рет сабақ беріп көрдік па, яғни бір рет ол сезімді сезініп көрдік, ары қарай бізге ол оңайырақ болады. Сол сияқты адам да бір рет өлуге деген бір әрекет жасап көрді ма, келесінде жасау оған оңай болады. Сондықтан бір рет жасап көрген адамдарды біз үнемі бақылауда ұстаймыз, олар біз үшін қауіп-қатер тобында өмірін аяғына шейін болады. Яғни осындай бірнеше себептер болуы мүмкін. Енді бір мәселе, окей, жаңа айттыңыз, қауіп-қатер тобына жатқызамыз, тағы басқа деп. Сонда ол балалармен, немесе жалпы ол адамдармен қандай жұмыс жүргізіледі? Қауіп-қатер тобына жатқызылғаннан кейін, жалпы егер мектептерді айтатын болсақ, мектептерде сауалнама алынады. Сауалнаманың нәтижесінде егер шекті мәннен асқан балалар болатын болса, оларды міндетті түрде жеке-жеке шақырып сөйлесетін боламыз. Неге? Онда екі мақсат болуы мүмкін. Біріншісі, яғни шынайы белгіледі ме сауалнаманы әлде жоқ па? Кейде болады, балаларымыз сұрақты түсінбей белгілеуі мүмкін, кейде оқымай белгілеуі мүмкін деген сияқты. Яғни осы шынайлықты анықтаймыз, және екінші анықтайтын дүниеміз бұл себебін. Яғни баламыз күйзелісте жүрген болса, оқушы, оның күйзелісіне не әсер етті? Мүмкін ол әлім жетіп көріп жатыр ма? Мүмкін ол жыныстық зорлық көрді ма бір жерден? Мүмкін ол жаңағы отбасында біз білмейтін бір жағдай болып жатыр ма? Яғни осы себепті анықтап, келесі жұмыстарды, түзету жұмыстарын сол бағытқа арнап, соларды дұрыстай бастаймыз. Мүмкін ол класста ешкіммен араласа алмайды. Мүмкін сыныпта оны біреу кемсітеді. Яғни онда сыныппен бірге жұмыс жасаймыз деген сияқты. Яғни проблемасына қарай әрі қарайғы жұмыстар басталады. Бірақ мынандай жағдай болуы мүмкін. Балада психикалық ауытқу болуы мүмкін. Яғни бала көзіне біреулер елестеуі мүмкін, галлюцинация деп жатамыз ғой. Біреу артына келе жатқан сияқты, біреу мені шақырып жатыр, құлағыма бір дауыс келеді деген сияқты. Онда психиатрдың емін алу қажет болады. Себебі ол өте қауіпті. Егер осы көзіне көрініп тұрған немесе құлағына сыбырлаған жаңағы елесі барда өзіңді ас немесе барда жоғары этаждан құла десе, ол соны жасайды. Немесе біреуге зиян келтір десе. Сондықтан бұндай жағдай болатын болса, міндетті түрде арнайы дәрігердің көмегін алу керек, соны айтып өткім келеді. Рахмет. Енді әрине ауыр тақырып, себебі әр сан дейміз бе, немесе әр жаңағыдай кейстің артында үлкен бір әлем тұр. Әрбір адам ол үлкен бір галактика деп алатын болсақ, әр күннің өмірі ол әрине ата-анасы, жалпы қоғам үшін, мемлекет үшін өте маңызды. Енді осы орайда
ата-аналар не нәрсеге бірінші кезекте назар аудару керек. Сосын ол бірінші, яғни баласын тәрбиелеу барысында, баласына қамқорлық көрсету барысында, жаңа өзіңіз де кейбір жайттарды айта кеттіңіз, кейде тым асыра кету туралы. Осы жөнінде нәрсеге назар аудару өту керек. Және қазір неше түрлі ойындармен қорқытып қойды ғой. Соңғы кез, мысалы, мен таяуда жаңалықтан көрдім, Euronewстан. Ұлыбританияда, қателеспесем, 12 жасар бала анадай задержка дыхания дейді ғой, сондай ойынға қатысқан, болжам, енді не болғанын ешкім білмейді, үйінде ешкім болмаған. Сөйтіп жаңағы жіпке сөйтіп тартылып, енді кейін миы тоқтап қалып, кейін соттың шешімімен таяуда аппараттардан ажыратылып, сондай жағдай болды деп таяуда жаңалықтан көрдім. Яғни осы ойындардың да әсері бар ма, және оларға да ата-аналар не істеу керек? Жалпы ата-аналар не істеу керек? Көбінесе ата-аналарға байланысты кез келген мәселені зерттеп келген кезімізде, кез келген осындай оқиғалардың түпкі себебін зерттеген кезімізде отбасыға тіреледі, өкінішке орай. Ата-аналар не істеу керек? Ата-аналар біріншіден балада болып жатқан өзгерістерге мән беру керек. Яғни қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бұл өзгерістерді біз екіге бөлеміз. Бұл сөз арқылы беретін белгілер дейміз, және іс-әрекет арқылы беретін белгілер. Адам сөзбен айту мүмкін, мен шаршап кеттім, мен ертең құтыласыңдар, ертең мен осы өмірде артық сияқтымын деген сияқты, яғни сөзбен айту мүмкін. Немесе осындай сөздерді өзінің әлеуметтік желісіне жариялауы мүмкін. Жалпы әлеуметтік желі арқылы адамдардың көңіл күйін білуге болады ғой. Мысалға WhatsApp-тағы статусты қарапайым алайық. Мысалға біреумен ұрысып қалған адам бір Омар Хайямның сөздерін, Абайдың сөздерін салып қойып жатады. Ода бір нәрсе болып жатқанын түсінеміз. Яғни бұл да бізге белгі болу керек. Яғни ода бір психикалық өзгерістер болып жатыр психологиясында. Оған бір көмек қажет болып жатыр. Яғни маған көмек керек деп білдіріп жатыр бізге. Соны түсіну керекпіз. Екінші, бұл іс-әрекет арқылы беретін белгілер. Бұлар бірінші тәбет бұзылысы болуы мүмкін. Яғни тамақты жемей қою мүмкін, немесе шамадан тыс жеп кету мүмкін, яғни салмақ азып қалуы мүмкін, немесе салмақ қосып алуы мүмкін. Немесе ұйқы бұзылысы. Көбінесе проблемасы бар адамдар бірден ұйықтап кете алмайды. Біраз уақыт жатады, ойланып, яғни ұйқысыздық болады. Немесе шамадан көп тыс ұйықтай беретін болады. Келесі, қызығушылықтардың төмендеуі. Мысалға, бұрын сонда балалар ән айтып, билеп жүрген болатын болса, спортқа қызығып, спорт тастап кетуі мүмкін, әнге бармай қоюы мүмкін, еш нәрсеге қызықпай қалуы мүмкін. Бұл да бір бізге белгі болу керек, яғни онда бір нәрсе өзгеріп жатыр деген. Сонымен қатар келесі белгілер, бұлар үнемі сабаққа барғысы келмеу, жұмысқа барғысы келмеу деген сияқты белгілер болуы мүмкін. Ата-аналар не істеу керек? Ата-аналар көбінесе баламен сөйлесу керек. Сөйлесу өте маңызды, күнделікті. Жалпы зерттеулерге сүйенсек, елімізде әрбір үшінші отбасы өзінің баласына 30 минут уақытын бөліп сөйлеспейді екен. Мысалға, мен 3 балам болатын болса, мен 1,5 сағатын тәулікте бөліп олармен сөйлеспейді екенмін. Шын мәнісінде отбасылар енді көбінесе ата-аналар жұмыс басты. Енді шыны керек, осы жобаға дейін мен өзімді де жақсы бір ана болдым деп айта алмаймын. Мен де жұмыстан шаршап келетінмін, келген кезде балам мама десе, бар атаңа бар, әжеңе бар, мен шаршап келдім деп міндетсінетінмін. Жалпы осы жобамен жұмыс жасай бастап түсінгенім, балаға сен тапқан табысың да, алып берген ойыншығың да, жеткен жетістігің де маңызды емес. Оған тек қана сен оған уақыт бөлген, оны жақсы көремін деп айтқан, құшақтаған маңызды екен. Соны айтып өткім келеді ата-аналарға. Көбінесе ауылдық жерлерде әсіресе барып сабақ өтіп жатқан кезімізде айтамыз, баланы кемінде бір күнде 8 рет құшақтау керек деген кезде естіп жатамыз, басқа істейтін жұмысымыз жоқ екен, құшақтап отырамыз ба деп. Бірақ құшақтау деген қарап отырсаңыз тегін нәрсе, сіз бере алатын, және ол аз ғана уақыт алады. Ал оның емдік қасиеті бар. Мысалға, өзіңіздің де көңіл күйіңіз болмай тұрса, бір жақсы көретін адамыңызды құшақтайтын болсаңыз, жеңілдік сезініп қаласыз. Яғни оның өзінің терапиялық дейміз, бір жаңағы сондай эффектісі бар. Сол нәрсені айтқым келеді, және сонымен қатар жақсы көрем деген сөзді өзін есту бала үшін ол маңызды. Біз көбінесе ойлаймыз, оның бүкіл қажеттіліктерін қанағаттандырып жатырмыз, мысалы тамағын алып беріп жатырмыз, киімін алып беріп жатырмыз, не сұрайды, телефон алып беріп жатырмыз, сол арқылы өзіміздің жақсы көретінімізді білдіріп жатырмыз деп ойлаймыз. Алайда балаға мен сені жақсы көрем деген сөзін өзін есту бұл маңызды екенін айтып өткім келеді. Тағы да осы жерде бір мысал айтып өткім келеді, өзіміздің кейс дейміз ғой, енді жұмысымыз барысынан. Қыз бала болған болатын, оның анасы бірінші некеден, бұл қыз, және екінші некеден екі інісі болды. Қыз бала келіп айтады, мен осындай жаңағы
жағдайда жүрмін, яғни қиын жағдайда жүрмін. Екінші жаңағы әкем мені бөлектейді, өзінің інілеріне, өзінің балаларына, яғни кола, кириешки тағы басқа алып береді, маған жемейсің деп айтады деп. Сонымен отбасымен жұмыс жасадық, қызбен жұмыс жасадық. Бір күні қыз қуанып келіп тұр, не болды десем, мама мені ботақаным деп еркелетті дейді. Қарап отырсаңыз, бір ғана сөз балаға қалай әсер етті. Жалпы сөздің құдіреті деген осы деп ойлаймын. Сондықтан баламызға жиірек еркелетіп, оларды жиірек құшақтап, оған көңіл бөліп тұрғанымыз негізінде дұрыс. Рахмет. Ал жаңағы ойындарға қатысты әсері бар ма, жоқ па? Ойындарға қатысты болатын айтқым келеді. Немесе ол фобия ма? Ойындарға кіретін адамда, балаларымызда біздің көбінесе жалғызсырап жүрген балалар. Яғни қандай да бір психикалық жағдайда жүрген, яғни стрессте жүрген немесе депрессияда жүрген балалар кіреді. Жайдан жай барлығы жақсы болып жүрген балалар ондай ойындарға кірмейді. Сондықтан бұл жерде яғни бір-бірімен байланысты екенін айтқым келеді. Сол нәрсе. Және қандай ойындарға кіріп жүргенін тағы басқа білуіміз үшін әрине балалармен тығыз байланыста болу бұл маңызды екенін айтып өткім келеді. Бала мен ата-ананың арасындағы тығыз байланыс бұл көп жағдайлардың алдын алуы мүмкін. Тағы да бір кейс айтып өтейін, себебі бізді көріп отырған ата-аналар болатын болса, оларға да бір сабақ болар. Бізде ауылдық жерде болды, сауалнама алдық, сауалнамадан қыз бала өлгісі келетін туралы жазып берген болатын. Қызбен сөйлесе келе, оның жақын туған, яғни жездесінен жыныстық зорлық көріп жүрген анықталды. Оны я үйіндегілер ата-анасы білмейді, я ешкімге айтпаған, оны неге айтпадың десек, яғни қорықтым дейді, мама сенбейді деп ойладым дейді. Және бірден болды ма бұл жағдай деген кезде жоқ, оған дейін талпыныстар болған. Яғни бұл жерде байқап отырғанымыз, егер қыз бен мамасының арасында егер тығыз байланыс болғанда, егер сол талпыныстардың кезінде айтқан кезінде қыз бала мына жағдайдың алдын алуға болатын еді. Яғни ата-ананың баланың арасындағы байланыс, олардың сөйлесуі бұл аса маңызды екенін айтып өткім келеді. Мен дұрыс түсініп отырмын ғой, сонда суицид дегеніміз ол ұзақ мерзімде бір депрессияның, яғни бір жан күйзелісінің себебі дейді. Сөзін кейде назар аудармаймыз ғой. Жарайды, өмір сүріп кетеді, немесе жарайды, бір жөні болар, кімнің басына не келмей жатыр, тағы да басқа деп назар аудармай кетеміз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ол ұзақ мерзімді болуы мүмкін, әртүрлі жан күйзелісінің себептері, және ол міндетті түрде сыртқа кейде білінеді деп, жаңағы статус арқылы ма, немесе тамақ ішпей қою ма, тағы басқа деген. Рахмет, ол мен ойымша өте маңызды мәселе. Шын ата-ана болсын, кейде достары болсын, бұған да назар аудару керек деп ойлаймын. Себебі адам болғаннан кейін ол тек қана отбасымен өмір сүрмейді ғой. Сыныптастары бар, достары бар, аға апалары, жеңгейлері, жезделері бар деген әркім өзінің жақын азаматтары болады. Соларға да қатты бір назар аудару керек деп ойлаймын. Рахмет. Енді бұл жерде бір өте маңызды мәселе. Мектеп психологтары. Ең қазір сөздің ішіндері о кісілерді бір жамандамайтын ешкім қалмаған секілді. Осы проблема яғни мектеп психологтарының біліктілік деңгейі. Мектептерде жыл сайын психологтардың санын арттыруда осы мәселемен күресу үшін. Сонымен қатар олардың жалақысын соңғы кездері көтеру бойынша жұмыстар жүргізуде, біліктілігін арттырамыз деп жатыр үкімет. Бірақ осы жұмыстар қаншалықты сәтті жүріп жатыр? Кез келген мамандықтағы секілді бес саусақ бірдей емес деп айтамыз. Мықты психологтар да бар әрине, бірақ кәсіби деңгейі төмен психологтар да бар. Және бұл жерде тағы бір айта кететін жағдай, біріншіден бұл жоғары оқу орындарындағы дайындықпен байланысты айтып өткім келеді. Себебі бізде психолог деген мамандықты таза, яғни тек қана психолог деген мамандық жоқ, бізде педагог психолог. Педагог психолог дайындаған кезде көбінесе теориялық білім беріледі, практикалық білімнен гөрі, және көбінесе педагогика бағытына қарай кетеді. Бұл бірінші мәселе деп айтып өткім келеді. Екінші мәселе бұл сағаттың жоқтығы. Яғни арнайы мектепте психология деген сабақ жоқ, білесіздер. Яғни сағат жоқ. Психологтар тест алу үшін болсын, тренинг өту үшін болсын, пән мұғалімдерден сұрауға тура келеді. Себебі балалар күнделікті 7 сабақта оқиды, одан кейін 8 сабаққа қалғысы келмейді. Бұл да бір мәселе. Келесі мәселе, жаңа психологтардың саны артып жатыр дейсіз, әлі күнге ол мәселе шешілген жоқ. Мысалға 2000 бала оқитын мектеп болса да 2-ақ психолог, 3000 бала оқитын мектеп болса да 2-ақ психолог. Жалпы ережеге сай 2 психологтан артық берілмейді мектепте. Бұл дегеніміз бір психологқа 1000 баладан келген өзінде, бұл 1000 баланың барлығына еге болып, оның барлығымен жұмыс жасау өте қиын негізінде.
жүктеме өте қиын, сондықтан бұл жағынан да айтып өту керек. Және әрине кез келген ғылым сияқты психологияда әлем өзгеріп жатыр ғой қазір, өзгермелі әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сол сияқты психологияда да түрлі трендтер, түрлі өзгерістер болып жатыр. Соның барлығына сай болу үшін әрине үнемі ізденіс үстінде, үнемі даму үстінде болу керек психологтар. Сондықтан бұндай мәселелер бар жалпы. Рахмет. Жаңа мен мектептің психологы туралы айтып отырмыз ғой қазір. Осы орайда жалпы мектеп психологымыз басқа кез келген мекемедегі оқу орындарындағы психологтармен кәдімгі медициналық психиатр ма немесе психотерапевт па, солардың айырмашылығы неде? Себебі көбісі ажырата бермейді ғой. Басындағы жаңағы бес әріпті ғана назар аударады да, жаңа өзіңіз айтпақшы, қорқыныш сезімі немесе бір жалған ақпараттың себебінен басқаша түсінеді. Осы туралы біздің көрермендерге түсіндіре кетсеңіз. Дұрыс айтасыз. Психиатр дегеніміз олар дәрігер біріншіден, және олар дәрі арқылы емдей алады. Яғни дәрі беру арқылы көңіл күйді дұрыстай алады. Яғни депрессия болған кезде біздің көңіл күйге жауап беретін көңіл күй гормоны төмен түсіп кетеді. Соны көтеру үшін арнайы гормоналды дәрілер тағайындалады. Сол арқылы көтеріп жатамыз. Себебі депрессия жай ғана сөйлесуден кейде кетпейді. Яғни ауыр депрессия болады. Мысалы, онда антидепрессант деп жатамыз ғой. Соларды ішуге тура келеді. Оны енді дәрігер ғана тағайындайды. Психолог оны тағайындай алмайды. Психолог тек қана яғни былай айтқанда жеңілірек деңгейдегі жұмыс жасайды, яғни проблемалармен көбінесе сөйлесу арқылы, көбінесе түзету жұмыстарын жасау арқылы ғана жұмыс жасайды. Яғни олар дәрі тағайындамайды. Яғни мыналар мұғалімге жататын болса, психиатрлар олар дәрігерге жатады. Яғни психологтан қорқудың қажеті жоқ дейсіз? Психологтан қорқудың қажеті жоқ. Психиатрдан көбісі не үшін қорқады? Себебі есепке алып қояды, ертең болашақта шығады деп қорқады. Бірақ бұл жерде тағы бір айта кететін жағдай, көбінесе ата-аналарымыз психиатрға апармай жатады. Мен сонда үнемі айтам, қараңызшы деймін, сіз ертең балаңыз өмірден өтіп кететін болса, мысалы өз-өзіне қол салатын болса, оны есепке алу да маңызды болмай қалады. Біреудің сіз туралы әңгімелеуі де, бұдан баласы психиатрға барыпты деген әңгіме де, оның барлығы маңызды болмай қалады, балаңыздан айырылып қалсаңыз деймін. Сондықтан егер таразының екі жағы болатын болса, таразының бір жағына балаңыздың өмірін қойсаңыз, тағдырын, болашағын қойсаңыз, мына жақ ешқашан баспау керек. Яғни біреудің әңгімелеуі, оны есепке алу деген нәрсе. Бірінші баланың өмірі ол барлығынан маңызды деп ойлаймын. Сонда бірінші кезекте психологқа бару керек. Психологтан кейін мәселе шешілмесе, психиатрларға, медициналық жаңағы психиатрларға адамдар жіберіледі. Психологтарды жалпы оқытқанда да солай дайындаймыз біз. Сіз алдымен көресіз, егер сіздің кәсіби біліктілігіңіз жетпейтін болса, ол жағдайдан алып шығуға, онда арнайы мамандарға қарай жолдайсыз деп біз оны айтып отырамыз. Яғни психологтан қорқудың қажеті жоқ. Ол сіз белгілі бір психикалық аурулармен ауырады деген сөзді білдірмейді. Ол кәдімгідей сіз бір өзіңіздің бір өмірлік жағдайыңызды айтатын, ақыл кеңес тыңдайтын, немесе сізбен бірлесе отыра жаңа проблемаңызды шешуге жол іздейтін адам. Рахмет. Сен бұл не үшін айтып отырмын? Не үшін бұл сауалды қойып отырмын? Енді өзіңіз білесіз, өзімізді бір шетелмен салыстыруға бір сән бар ғой баршамызда. Айтады ғой, мынау шетелде әрқайсысында бір стоматолог пен психолог бар екен деп. Біз кейде енді стоматологқа жақындадық, бірақ енді психолог жағына енді әлі де жаңағыдай бір қорқыныш сезім бар, түсініспеушіліктен деп ойлаймын. Психологтан қорқудың қажеті жоқ, себебі біз өзіміз психолог болсақ та, өзіміз де психологқа көрініп тұрамыз. Себебі біздің өзіміздің жағдайымыз дұрыс болмаған кезде біз басқа біреуге көмек бере алмаймыз. Сондықтан терапияны үйреткен кезде де бізге өзіміз жеке 20 сағат терапиядан өту керек, содан кейін ғана біз клиентке жолдай аламыз. Оған дейін клиент қабылдауға бізде рұқсат жоқ. Психологқа да психолог керек деген сөз осы ғой, осыдан шыққан ғой. Әрине. Яғни ол бір кемсітушілік емес, ол кәдімгі кәсіби адамның дамуы үшін және өзін жеңілдету үшін қажет. Мысалға мен өзім психологпын, егер менде өзімде жеке проблема болатын болса, мен ол уақытта адам қабылдамаймын. Себебі мен оған ресурсым жетпейді бұл кезде. Өте маңызды мәселелер, себебі психология, психикалық денсаулық маңайында әйтеуір әр қашанда бір неше түрлі бір сөздер, немесе жаңағыдай жалған ақпарат көп тарап жатады.
Рахмет. Енді ол бір жағынан өзіңіз айтпақшы, жаңағы соңғы 10 жылда қатты енді дамып келе жатқандығынан ба, әсіресе біздің елімізде, посткеңестік мемлекеттерде соған қатысы бар шығар. Рахмет. Ендеше Сымбат ханым, бүгін біздің сұхбаттасуымызға келгеніңізге көп біраз тақырыптар қозғадық деп ойлаймын. Әсіресе ата-аналарға маңызды, тек қана ата емес, біздің жастар мен жасөспірімдердің өздеріне де маңызды мәселелер талқыладық деп ойлаймын. Ендеше қорытынды сөз өзіңізде, біздің көрермендерге осы психикалық денсаулыққа қатысты бірер ақыл кеңесіңізді бере кетсеңіз. Құрметті көрермендер, жалпы психологтар қазіргі таңда өте көп, емханаларда болсын, тегін түрде қызмет көрсететін жастар денсаулық орталықтары бар, басқа да арнайы сайттар жұмыс жасап жатыр, психологиялық көмек беретін. Сондықтан психикалық денсаулықтарыңызды күтіңіздер, оған мән беріңіздер, себебі психикалық денсаулық болмай, ешқандай денсаулық болмайды. Рахмет, Сымбат ханым, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Рахмет шақырғаныңызға. Болдық па?